Кілсен тұрған шығар. Құдағай өзі үйлестірер. Afiyet olsun. Ana, nені бері қарай вишенканы Ал мынау ару қызымыздың Әлия Туман Санинен арнайы тігілген бешпетіміз. Кім? Шүлбақыт анекті адамдар көшті. Айналды арзан әне ол. Турциядан алынған орамалымыз Әлия Туман Санинен арнайы тігілген. Мынау да Әлия Туман Санинен алынған бешпеті мен тәжікейі мен көйлегі. Камерам неқта Мадина Масақлансы шай көйлегін асылған бітірген әдемі оюлармен, тастармен. Құтты болсын деп қойыңдар. Кетті Тәтті шайға. Мынау біздің марш сәнінен арнайы тіктірілген қонақта қыдырғанда киетін арнайы тіктірілген көйлегіміз. Аянұр ателесінен арнайы тіктірілген шай көйлек қонақта бір жаққа барғанда киетін көйлегі. асықпаң, асықпаң. Қазақтың нақышта тігілген көйлектерін шығарып жатыр деп айтып қойыңдар. Дубайский шелктан тігілген, арнайылап тігілген, тастар ручная работа. Камерам неқта тұрған. Аянұр ателесінен шай көйлек бұлда. Камераны Шайға барғанда киетін көйлегі. Бұл Ахмадудың тәжікейі көйлегімен шай көйлек бұлда. Келіп шайға қыдырысқа барғанда үсті жылы үстінде тәжікеймен арнайы тіктірілген. Работа. Тастардың барлығы тіктірілген. Келіп шайға қыдырғанда, көршілердің үйіне барғанда киетін көйлек. Енесімен қыдырғанда деп қой. Бұл империя сәнінен алынған арнайы шубымыз. Мына орамалы. Өзіне арнайы қатып алынған. Қыста киетін тоны. Бұл да қызымыздың көктем күзде киетін арнайы өзі ұнатып алған пальтосы. Күзде киетін осенний безрукавка. Күндігіне киетін жеңіл күртесі. Мынау турецкий тренч қазіргі жастардың киетін. Мынаның барлығы Турциядан алынған күртешесі, көктемде күзде киетін, сабаққа келетін, былай қыдырып шыққанда киіп аламыз. Таза кожадан тігілген, арнайы өз үшін алдыртылған Турциядан тазагы көктемге киетін. Бұл двойка арнайы, ол да Турциядан алынған. Қыдырғанда, тойға барғанда киетін. Мынау да шифон көйлек. Көршілермен, қыздармен, келіншектермен қыдырғанда киетін көйлегі. Мынау тойға киетін және күйеуімен қыдырғанда киетін көйлегі. Мен білем. Қыдырғанда киетін көйлектері. Қымыз келіп отыр деші. Көйлектер не үшін берді қыдырғасаңыздар? Мынау спортивный костюмы. Күйеуі күйеуі жүретін де. Екі жаққа қыдыртып фитнеске барады ол. Фитнеске жүрейін деп отыр деші. Қыдырған бай тұрсын деші. Сабаққа киетін және бұл кардиганмен, шалбарымен бұл сабаққа және орталарға барғанда киетін киім. Бұйырсын өзіне. Бұл сарафаны бұнда сабаққа барғанда киетін киім. Бұл да бір қыдырғанда
Koymayın deşiş. Жас болғасын қыдырады ғой. Бұл да шалбар мен кофтасы сабаққа кигенде барғанда киетін киімі. Бұл арнайы Dia Collection сәнінен алынған үйге киетін, қонақта киетін халаты. Турецкий халат, қонақ келгенде, қонақты қарсы алғанда жарқырап жүретін көйлегі ғой. Бұл да Emma Collection деген арнайы сәнінен алынған штапель көйлегі мен кәжекейі денесі жылы жүрсін деп. Бұл да үй көйлегі. Штапель көйлегі мен кәжекейі денесі жылы жүрсін деп. Үйіне барғанда шай құятын көйлегі де мынаны. Бұл да не? Штапель көйлектері үйге киетін арнайы Күйеу баланікі. әйел адамға енді ақ жауапты орамал деген көп етпейді ғой. Бұл орамалдары, бұл Кашкай деген арнайы турецкий, сосын Раупаткиден алынған, барлық киімдеріне сәйкестендіріп алынған тажик көйлегінен. Кашкай деген турецкий фирма. Турецкий. Мынау сабаққа тағып. Gucci деген фирманың арнайы өзі ұнатып алған сумкасы сабақта қыдырғанда ұстайды. Бұл сумке енесімен қыдырғанда ұстайды. Арнайы бұғаздан тігілген қыстық шубысымен бірге киетін етті. Барлер деген аяқ киім фирмасының арнайы өзіне алынған пальтосымен киетін күздік етігі. Деген фирманың күнделікті тренчпен сабаққа киетін аяқ киімі жеймін. Жиындарға барғанда киетін. Бұл да Тамидо деген фирманың арнайы өзіне ұнап, натуральный кожадан Турциядан алынған күнделікті киетін, тойға киетін туфлие. Киетін палеткісі. Жансая камераға көрсетіп жүрсеш бүйтіп. Міне құта камера міне. Бұл да тойға киетін туфлие. Күндегі тастардың барлығы картын тігілген. Күнделікті жазда киетін балеткісі. Каждый көйлегімен түстестіріп алынған бұл. Үйге киетін. Бұл жазда киетін, үйге киетін домашний тапчикті. Жазда сыртқа киетін, үйге киетін тапчиклері. Қораға барғанда киетін. Ручная работа, үйге киетін, сіздерге жүгіріп жүретін тапчиксі. Арнайы сәнейінің матасы өзі ұнатқан көйлегін алып тігеді. Тігіп киеді. Тойға көз тимесін деп әдемілікке тағып әр көйлегіне көзмоншақ. Қыдырғанда сезонды барлық очки бар, көзімен келген. Қайынсынымызде көз... Әжесі тіккен анау деген. Әжесі шелер заказ қабылдайтын. Қашына. Жақсы денсаулық берсін деген алатыға. Турецкий, күнделіктіге орамалдары. Қонақ келгенде сіздердің орамалдары, қол сүрілгі. Қол сүрткенде еттің майлықтары, күнделікті шпаги гарнитурға жаятын. Пайдаланатын
пастельный бюлесі суретті. Ирина Фонның арнайы Турциядан алынған турецкий пастелі. Мынау диванның бетіне жабатын 2 адамдық диван жапқышы. Турецкий. Пушоксы, кашай. Келіңдер. Келіңдер мама, аша ойыңдар. Әдем ауқатта бүлкейіп тұрып, жерге келгендер. Тұрып та күте бересіздер. Мама бесі барлығын. Барлығы күте береді. Соңғы тұратып, шай беретін тамалары Турциядан арнайы алынған. Шайды ысып қайнап тұрайды пісіресіздер. Чекин сатып алмайсың. Ет дастарханы 3 штук. Сіздерге етті ас береді. Қызымыздың барлық халаттары. Қонақ келгенде Ет қайнататын. Қашан ауыр, еттеріңіз көп болсын деп, ет сорпаны, шуатты ішіп отыра беріңіздер. қонақ келгенде Күнделікті қонаққа қуырда таситын. Коробкасын бер жер. Шай құйып беруге. Күнделікті шай ішуге. Тайландский чайный сервис күнделікті үйде шай ішетін. Ішінде барлығы жабдықталған. 105 предметі. Жағдайдың наборы. кухнясы түгел. Пожалуйста, заты болсын. Тазалығымыз деген. Жеңеше. Ал мынау арнайы қызымыздың көмекшісі неміс келін. 22 шеф. Біздің қызымызға көмектесіп сендерге сәтті тамақ пісіріп берсіндер. Арнайы алынған 5 минуттап кетті. Термомикс. Son bölgedeki. Барлығын жасаймын. Yıkır. Frukt salatını aşağılayın. 4 штук. Арефница 3 штукта. Холодный салат түртеу. Алда Elamina firmasının Turецкий 6 штук salat salatını. Салфетница. Один любой.
Çayı soğumaydın, şimdi çayı koyup çay koyabilirsiniz. Konfetlikte. 4 şubatında. Daha değil, terörist. Kujeren, o yekşlikler. Konak filmini hayatım. Al kızımızın yıkadığımızı uyulandan Kuşkar müyizi, kuşkar da ular olsun. ular olsun. Asıl başını yiyor. Yakta kamera var. Kamera olan негізі анаяққа жіберу керек. Анаяққа жіберу керек. екеуін арнайы ойып салдырған. Камераны да мына жаққа жіберу керек. Kızımızın yuvalasını yıkadığımız köfte. Güncelikte hamurları. Her türlü düşünün. Әртүрлі гүлмен де шешіп. Құдай берді ғой. Құдай бергенде қайтсын. Аяғда 4-5-6 ағайындың бәрі жиналып тазалап шайын бетінде ас жетігінде 10 күнде тігетін көрпелер мәшімен зыр еткізіп мына кетсектер біз тіктіп айдап әкелді. Bir günde tutuyor mu? Bir günde. Құдай беріп тұр. Жаман сөз айтып жатқан жоқпын. Лишний әңгіме айтып жатқан жоқпын. Дұрыс емес пе? Осы екі жеңгесі тіккен осыны Бірақ көрпе қыз жасау дейтін фирманікі деп қойшы. Атымыз бар сондай де. аты қандай айтып қойшы көрпелер. Bak kurbiye kız жасауы. Сөйтіп айтып Bak көрпеге. Her türlü svetini tükürgen. Қыз жасау дейтін тұрады өзенде. Солар ма? Өзендікі. Konak gelgende arnalı kullanатын kızımыздың yastıkları. Arnayı тігілген шиғырақпен оюмен. Сөз қояла. Yuvalamızdan yastıkta boş yastığı. Анаяққа көрсетсін. Әже кешіріңіз. Konak көрпелері. Кешіріңіз. Бәрін кешіреміз, айта бер. Ağzысы қайнаған кешірім де бүгін. Апам деген айқайлайды. Konak көрпесі күнделікті залына жайып күнделікті кетір. Көргеншектер біздің үлгімізді ұстазы қайынсызымыз. Біз ат айтпаймыз, біз сонылге жағындымыз, сенің төсегің осындай болып. Біздер үлгі алып жинап беріп атымыз дейтін келіншектер ғой үлгі алатын. Аты нең атын айта бер деп не айтып тұрсыңдар, ол дұрыс емес ол. Дұрыс естімейміз шынында. Жоқ. Сөйтсең бүгін
Ya.